Ертеде бір шаһарда екі кісі көрші болыпты. Олардың біріншісі бай саудагер Дәулет, екіншісі құдық қазып ақша табатын кедей кісі Сабыр екен. Саудагер өзінің көршісінің ылғи да ауыр бейнетпен су шығарып жатқанын көріп, ішінен: «Мынадай ауыр бейнет жасап, жарлы болғанша, мен секілді сауда жасап неге бай болмайды?» деп ойлап қояды екен. Бір күні ол көршісіне: «Қашан көрсемде ауыр бейнетпен пұл тауып жүргеніңді көремін. Бірақ әлі күнге байыған жоқсың. Сонда тапқаның қайда кетеді?» «Табысымды 4-ке бөлемін. Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін. Екінші бөлігін қарызға беремін. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын. Төртінші бөлігін ғана әйелім екеуміз азық етеміз» деп жауап беріпті кедей көршісі. Онда түсінікті» деп Дәулет өз жөніне кетеді. Бірақ сөздің мәнісін ұқпай, түнімен бас қатырып ұйықтай алмайды. Азанда болмағасын көршісіне барып, айтқанын түсіндіріп беруін өтінеді. Сонда көршісі сөзінің мәнін былай түсіндіріпті: «Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін дегенім, табысымның бірінші бөлігін кәрі ата-анама беретінімді айтқаным. Олар мені өмірге әкелді, бақты, өсірді. Олардың еңбегін түгел қайтару еш мүмкін емес. Перзенттік борышты ешқашан толығымен өтей алмаспын. Сонда да оны өтеуге тырысамын. Өйткені ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жәннатқа кіреді» деген. Екінші бөлігін қарызға беремін дегенім, оны балаларыма жұмсағаным. Олар кейін бізді бағады, яғни қарызды қайтарады. Басқаларға мейірімділік етпегеннің өзді мейірімге бөлінбейді деген. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын дегенім, жетім жесірлерге тегін ауыз су шығарып беріп, ақыретке азық жинаймын дегенім. Себебі халық игілігі үшін су шығарып берген адамның алар сауабы өзі өлсе де артынан үзілмей барып тұрады. Ал төртінші бөлігін әйеліміз екеуміз азық етеміз. Ол түсінікті.